Шұғыл хабар келіп түсті бізге. Менің үйім бар, Аллаға шүкір. Сіздің де үйіңіз бар. Бірақ мына үйде адам тұрады десе сенесіздер ме? Шынына келетін болсақ, мына үйде 2 қарт әжеміз тұрады немерелермен. Светі жоқ, суы жоқ, газы жоқ, айдалада тұрған жападан жалғыз үй. Достар, алдымызда күн суытып келе жатыр. Қыс келе жатыр. Бірақ мына жерде қарт әжелеріміз қиналып отыр. Солардың көз жасын құрғатып, көмек ретінде бір жылы үй сыйласақ дейміз. Бәріміз жабылып. Енді барлықтарыңыздан осы әжемізге көмек сұраймыз. Айналып өтіп кетпей, көмек берейік. Ең болмаса осы видеоның таралуына жерден берейік. Көп адамдар білсін, осындай да Қазақстанда адам тұратын. Бұл үй біреулердің сарайынан жаман. Жалғыз емес 5 адамның басы қатерде тұр. Алдымызда қыс келе жатыр. Бұл кісілер сізбен біздің көмегімізге қатты мұқтаж. Мұғжиза қоры сізге назарын аудартты. Алланың қалауымен келіп тұр. Рахмет. Көрдіңіз бе, әрбір қазақ біздің жалғызымыз. Осы жерде, мына жерде қалай тұрып атқаныңызға таң қалып келіп тұрмыз енді. Андай ошақ нелеріңізді көрдік. Енді осы отырмыз, жағдайымыз осы. Әжем 15 жылдай болып қалды отырғанымыз, сол жерде өстіп. Жаңбыр сел болғанда үстінен бәріне су ағады. Мына есіктер осы жабылмайды, шамал тұрған кезде ашылып кете береді. Сосын қар деген мінезден әйтеуір сыпырт әйтеуір шығамыз бір белі алып. Үйтіп тастайды есіктің жарым беліне. Енді осы уақытқа дейін 15 жылда біреуге көмек сұрадыңыздар ма, не істедіңіздер? Или отыра бердіңіздер? Енді көмек сұраған жоқпыз, сөзін. Ұялдыңыздар ғой, иә? Ұялсыз, біздің қазақтар ұялшақ қой. Барынша көмек көрсетейік. Кеш батқан кезде бұл кісілер сол күйінше қараңғыда қалады. Өйткені электр тоғы жоқ, және де бұл кісілердің ас бөлмесі далада. Міне, анда қазанын ошақ істеп алған, сол жерде қыстың күні де сол жерде тамақ ішіп ішеді. Сондықтан да құрметті жамағат, барынша репост жасап, өзіміздің постымызға салып, және достарымызға барынша таратайық. Осы күн суып кетпей жатып, осы кісілерге бір баспана сыйлайықшы.